Саламатсыздарбы оқушылар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз рационал сандар, пайыздар, қатынастар және пропорциялар. Яғни біз бүгінгі сабақта бүтін сандар, қарама-қарсы сандар, оң және теріс сандар және пайыздар мен пропорциялар жайында қарастыратын боламыз. Олай болса, кеттік. Жалпы бізде натурал сандарды азайту немесе бөлу нәтижесі әрқашан натурал сан бола бермейді. Мысалы, 11 азайтылған 17 тең болады минус 6-ға, және 17 бөлінген 2 тең болады 8,5-ге. Бізде мына жердегі минус 6-да 8,5-те натурал сандар емес. Яғни модулі бойынша тең, бірақ таңбалары қарама-қарсы екі сан, қарама-қарсы таңбалы сандар деп аталады. Натурал сандар оған қарама-қарсы таңбалы сандар және 0 саны бізде бүтін сандар жиынын құрайды. Оны біз Z әрпімен белгілейміз. Енді бүтін сандар жиынында бөлу амалы да әрқашан орындала бермейді. Яғни AX тең B теңдеуін Z жиынында әрқашан шешу мүмкін емес. Біз ол кезде бөлшек сандарды енгізіп, оларды бүтін сандармен біріктіру арқылы рационалдық сандар жиынын алады екенбіз. Оны рационалдық сандарды Q әрпімен белгілейміз. Енді Q жиынында AX тең B теңдеуін кез келген A тең емес 0 және B үшін шеше аламыз. Басқаша айтқанда, рационал сандар жиыны барлық мүмкін болатын, аяқталатын және шексіз периодты ондық бөлшектерден тұрады. Мысалы, 0,5, 2,75 немесе 0,33 деп кете беретін, яғни ондық бөлшектерден және шексіз периодты ондық бөлшектерден тұрады екен. Бұл сандардың барлығы рационал сандар болып табылады. Өйткені олардың әрқайсысын екі бүтін санның қатынасы түрінде жазуға болады. Түсінікті болса, келесі тақырып бізде пайыз ұғымы. Пайыз дегеніміз не? Пайыз 100-ден 1 бөлікті білдіретін шама. Пайыздың белгісін былай белгілейді екенбіз. Пайызды біз өмірде, шынайы өмірде жалпы көбінесе дүкендерде немесе жеңілдіктер болып жатқан жерлерде көреміз. Мысалы, 20% жеңілдік деген сияқты. Мысал ретінде мына жерде 1%, 5%, 25%, 50% берілген екен. Енді бұл пайыздарды біз санға айналдыруымыз керек қой. Оларды санға айналдыру үшін біз жай ғана оны 100-ге бөледі екенбіз. Яғни 100%-ға бөлеміз. 1-ді 100-ге бөлеміз 0,1, 5-ті 100-ге бөлеміз 0,5, 25-ті 100-ге бөлеміз 0,5 деген сияқты кете береді екен. Енді санның пайызын табу дейді. Санның пайызын табу үшін санды пайыздық бөлшекке көбейтеміз. Формуласы не? А санының P пайызын табу үшін A-ны көбейтеді екенбіз. P бөлінген 100-ге. Мұндағы бізде A дегеніміз ол берілген сан, ал P дегеніміз ол пайыз мөлшері екен. Мысалы, 80 санының 25%-ын табыңдар дейді. 80 санның 25%-ын табу үшін біз 80 формулаға саламыз. 80 көбейтілген P-ның орнына 25% қоямыз. 25 бөлінген 100. Есептейтін болсақ, 80-ді 0,25-ге көбейтетін болсақ, бізде 20 шығады екен. Сонымен 80 санының 25%-ы бізде 20-ға тең екен. Ал енді пайызды бөлшекке айналдыру. Пайызды бөлшекке айналдыру үшін оны 100-ге бөледі екенбіз. Мысалы, 8% бағана есептедік қой, 8 100-ге бөлеміз 0,100-ден 8. 35% 100-ге бөлеміз 0,100-ден 35. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Ал керісінше бөлшекті пайызға айналдыратын болса, оны 100-ге көбейтетін болғанбыз. 0,100-ден 12-ні 100%-ға көбейтеміз 12%, 0,5-ді 100%-ға көбейтеміз 50%, ал 1,25-ді 100-ге көбейтеміз 125%. Олай болса, келесі тақырыбымыз түсінікті болса пайыздар тура және кері пропорционалдық деген. Егер
Bir шаманың мәні бірнеше есе артса немесе кеметін болса, екінші шама да сонша есе артатын немесе кеметін болса, онда олар бізде тура пропорционал шамалар деп аталады. Ал егер біз керісінше болатын болса, бір шама мысалға 2 есе артатын болса, екінші шама 2 есе кеметін болса, онда олар кері пропорционал шамалар деп аталады. Оның формуласы міне y1 бөлінген y2 тең болады x2 бөлінген x1-ге. Енді пропорция дегеніміз өзі көбейту, екі теңдікті бір-біріне x қылып көбейтеміз ғой. y1-ді көбейтеміз x1-ге. Онымыз тең болады y2 көбейтілген x2-ге. Енді осыған қатысты бір мысал есеп шығарып көрейік. Өте қарапайым мысал. 4 жұмысшы жұмысты 12 күнде орындайды дейді. Ал 6 жұмысшы сол жұмысты неше күнде орындайды? Олай болса, 4-ті көбейтеміз 12-ге. Мына жерде бізде y1 дегеніміз 4, x1 дегеніміз 12, ал y2 бізде 6-ға тең, бізге x2-ні табу керек. 4-ті көбейтеміз, олай болса 12-ге тең болады 6 көбейтілген x2-ге. x2-ні табатын болсақ, 4-ті көбейтеміз 12-ге, оны бөлеміз 6-ға. Ол кезде тең болады 8 шығады екен. Сонымен 4 жұмысшы жұмысты 12 күнде орындайтын болса, 6 жұмысшы 8 күнде орындайды екен. Осымен соңғы тақырыбымыз бұл бізде масштаб. Масштаб дегеніміз ол картадағы, жоспардағы немесе сызбадағы кесіндінің ұзындығының жер бетіндегі нақты сәйкес қашықтыққа қатынасы екен. Масштабты жаңағыдай карталарды көреміз. Масштабтың формуласы m тең болады l бөлінген l. Мына жердегі бізде үлкен l бұл масштаб, l дегеніміз картадағы қашықтық, ал үлкен l бұл жер бетіндегі нақты қашықтық екен. Мысал берілген екен. Мысал, екі ауылдың арасы 12 километр. Карта масштабы 200 мың дейді. Бір бөлінген 200 мың. Картадағы қашықтықты табыңдар дейді. Олай болса, формулаға саламыз. m дегеніміз үлкен m бізде қаншаға тең? 1 бөлінген 200 мыңды 200 көбейтілген оның 3 дәрежесі деп жазылайынша. Онымыз тең болады. L дегеніміз бізде белгісіз. L дегеніміз картадағы немесе жоспардағы қашықтық дейді. Яғни кішкентай L-мыз. Ал үлкен L жер бетіндегі нақты қашықтығымыз 12 мың километр дейді. 12-ні көбейтеміз оның 3 дәрежесіне. Осы жерден қазір L-ді табатын болсақ, L-мыз тең болады 12 көбейтілген оның 3 дәрежесі бөлінген 200 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Есептейтін болсақ, қазір 6 сантиметр шығады. Сонымен ауылдың арасы 12 километр, масштабы 1 бөлінген 200 болатын болса, картадағы қашықтығымыз 6 сантиметр болады екен. Осымен тақырып түсінікті деп ойлаймын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.